Бүкіл әлемге соғыс ашпаймын деп уәде берген Ресей президенті Путин кеше таңда Украинаға басып кіріп, соғыс ашты. Я, бұған сені өте қиын. Қазірдің өзінде мен жаңалықтардың барлығына қарап, әлі сенбей отырмын. Ресей Федерациясы Украинада арнайы әскери операция жасаймыз деп шешті. Ол туралы ел президенті Путин ақпанның 24 күні жариялады. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Бұл әскери операцияның басты мақсаты Донбасс халқын қорғау деп айтты. Себебі Путиннің сөзіне сүйенсек, Киевтегі үкімет Донбасс халқына 8 жылдан бері геноцид жасап, қорлап келе жатқан дейді. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Оған қоса жолдамада Путин Украина әскеріне қару-жарақтарын тастап, үйлеріне қайтуын сұрады. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Және Украинаны басып алу жоспарында жоқ деді. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Бірақ оған қарамастан Украинада денацификация жасауға тырысамын деп айтты. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Онымен не демекші болды? Әлі күнге дейін түсініксіз. Соғыс жариялаған кезде Ресей президенті Біріккен ұлттар ұйымы жарғысының 51-ші тармағына сүйенді. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 частью 7 устава ООН. Ал ол тармақ мемлекетке өзін-өзі қорғау мүмкіндігін береді. Сонда кімді кімнен қорғамақшы? Ең қызығы, Путин өзінің жолдауында Украинаны Ресейдің тарихи жерлері деп атады. Ал қазіргі Украинаның басшыларын неонацистер деп атады. Оған қоса Путин өзінің жолдауында басқа мемлекеттер Украинаға көмек береміз деп араларына тұрса, олармен не болатынын да айтты. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Украинаның генштабына сүйенсек, шабуыл таңғы сағат 5-те әуе бомбардировкасымен басталыпты. Гитлерде 41 жылы КСРО-ға таңда басып кірген біле білсеңіздер. Осыдан кейін Киев, Одесса, Краматорск, Харьков қалаларында жарылыс туралы хабарлар келе бастады. Украин шекара қызметкерлеріне сүйенсек, Ресей әскері Беларусь пен Украинаның шекарасын бұзып өтіп, шабуыл жасаған екен. Енді Беларусьте соғысқа кірді ме деген сұрақ туған кезде, Беларусь президенті мынадай хабар жіберді. Еще раз говорю, наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо, Беларуси и России, они будут. Оларға қосылып, ДНР мен ЛНР әскерлері Украинаның шығысына басып кіріпті. Бірнеше ауылдар мен аудандар сепаратистердің қарамағына өткен екен. Ресей әскери министрлігі біз Украинаның қалаларына және қала тұрғындарына тимейміз. Тек қана әскери базаларын, ПВО жүйелерін және аэродромдарды жою мақсатымызда бар деді. Бірақ өзіміз көріп отырғандай, қалалардың ішінде де бомбалар жарылып жатыр екен. Тағы да бір қызығы, Ресей үкіметі бұл әскери операцияны соғыс деп атап жатқан жоқ. Олар оны ДНР және ЛНР елдеріне әскери көмек деп атауда. Украина генштабы Николаев, Краматорск, Киевтегі Борисполь және де тағы 3 қаладағы әуежайларға ракеталық бомбалау жасалғанын мәлімдеді. Украина президенті Володимир Зеленский ел қауіпсіздігінің кеңесін шұғыл отырысқа шақырып, елде соғыс режимін енгізді. Мы вводимо военный стан на всей территории нашей державы. Сонымен қатар Украин президенті түнде Ресей азаматтарына орыс тілде хабар жолдады. А дальше по-русски. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Украин президенті Ресей азаматтарына соғысқа жол бермеуін сұрады. Украин астанасынан шыға берісте кептелістер басталып, адамдар үйлерін тастап, заттарын алып қаладан шығуға тырысуда. Қалада сиреналар естілуде. Украина мемлекеттің бүкіл территориясында әуе жолдарын тоқтатты. Ресейде Украина мен шекараға жақын қалаларда әуежайларды тоқтатты. Қазір Ресейде 12 қалалардың әуежайлары жабық екен.
Олардың арасында Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону және тағы басқалары бар. Росавиацияда әуежайлардың наурыздың 2-сіне дейін жабық болатынын мәлімдепті. Мәскеудің өзінде 200-ден астам рейстерді тоқтатыпты. Болжанғандай, Ресей Украинаға 3 жақтан басып кіріпті. Беларусь жерінен және Белгород арқылы солтүстіктен кірген, ДНР және ЛНР арқылы шығыстан және Қырым арқылы оңтүстіктен Украинаны 3 жақтан қоршап, әуе, теңіз және жер арқылы шабуыл жасады. ақш президенті Джо Байден Ресейге қарсы ауқымды санкциялар қойғанын мәлімдеді. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Сөйтіп Ресейдің көптеген ірі банктеріне санкция енгізді. Біріккен ұлттар ұйымының төрағасы Антонио Гутерреш соғысты тоқтат, әскеріңді ал деп Путинге тікелей жолдама жіберді. Евро бірнеше сағаттың ішінде рекордтық 100 рубльға жетті. Ал доллар болса 90 рубльге жетіпті. Ал рубльге тәуелді теңге де оның артынан арзандай бастады. Сөйтіп Қазақстан теңгесі 1 доллар үшін 465 теңгеге жетіпті. Ал евро 522 теңгеге жетті. Ресми Қазақстан бұл соғыста өзінің позициясын әзірге дейін білдірген жоқ. Олар осы уақытта ЕАЭС мемлекет басшыларын Астанада қабылдап, кездесулер өткізуде. Ең басты сұрақ, Қазақстан ДНР мен ЛНР сепаратистік аудандардың егемендігін мойындай ма жоқ па? Бірақ оған қарамастан бір нәрсе нақты белгілі. Бұл соғыс экономикалық тұрғыда Қазақстанға өз әсерін ауыр тигізеді. Ал Киевте не болып жатыр? Ары қарай не болады? Әлем лидерлері не деп жатыр? Көмек береді ме Украинаға, бермейді ма? Осы сұрақтардың бәріне жауапты менің каналымнан көре аласыздар. Сондықтан видеоны өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліңіздер. Ал сіздермен болған мен Қазыбек, амандықта жүздескенше.